Қадірлі ағайын, соңғы күндері біз туралы әр түрлі әңгімелер айтылып жатқанын естіп жүрміз. Бірі, бұлардың қолынан не келеді десе, енді бірі алаяқтар шығар деп күмән келтіреді. Біз оған ренжімейміз, өйткені ел үшін алға шыққан адам әрқашан сынға да, күмәнға да тап болады. Бірақ бір нәрсені халықтың өзі бағаласын. Біз ешкімнен ақша сұраған жоқпыз. Құжат жинау үшін де бір тиын алған жоқпыз. Жиналыстарымыздың бәрі тегін өтті. Өз уақытымызды, өз қаражатымызды жұмсап, облыстарды аралап, халықтың мұң-мұқтажын тыңдап, оны жоғары билікке жеткізу үшін еңбек етіп жүрміз. Иә, біз министр емеспіз, әкім де, депутат та емеспіз. Билік біздің қолымызда жоқ. Сондықтан бәрін бірден шешеміз деп ешқашан уәде берген жоқпыз. Бірақ біз бір нәрсеге сенеміз. Халықтың үні естілсе, нәтиже болады. Қазақта халық жұмылса, қан түйесін сояды деген сөз бекер айтылмаған. Бірлік болса, ең қиын мәселені де шешілуіне ықпал етуге болады. Біздің мақсат халықтың мәселесін жинап, оны заңды жолмен тиісті орындарға жеткізу. Егер осы жолда бір ғана отбасының мәселесі шешілсе, бір ғана қандасымыздың құжаты реттелсе, біздің еңбегіміздің зая кетпегені. Сөзге емес, іске қарап бағалаңыздар. Уақыт бәрін өз орнына қояды. Біз ел үшін бастаған жолымыздан қайтпаймыз. Алла қаласа, халықтың аманатын адал атқаруға бар күшімізді саламыз. Бірлік бар жерде береке бар. Ел үшін жасалған әрбір игі іске қолдау көрсетейік, ағайын.